Сәлем қыздар, бүгінгі видеода сіздермен үй жағдайында үйдегі бар заттармен баланың мұрнын қалай тиімді емдеуге болатыны жайлы айтпақпын. Ал сіздер каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Кішкентай балаларда суық тиіп ауырғаннан кейін мұрын танауы бітіп, жазылмай ұзаққа созылуы мүмкін. Мұндай жағдайда әрбір үйде табылатын тұз, сутегі тотығы 3% және қарапайым қайнаған су арқылы бала мұрнын қалай емдей аламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бір кесе жылы қайнаған су керек, қасықтың ұшындай тұз керек, сосын 3% сутегі тотығынан 3 тамшы тамызамыз. Бұл кішкентай баланың дозасы. Және де осы заттарды бір-біріне араластырып, мынандай мөлшерлеменің ішіне тартып аламыз. Бұл балаларға арналған суспензиялардың ішінде болады. Қазір сіздерге қалай жасайтынымды көрсетемін. Ең алдымен біздің барлық заттарымыз таза болу керек. Жақсылап жуып шайып аламыз. Бұндай мөлшерлеме бала мұрнын ауыртпайды, қорықпай қолдана берсек болады. Ішіне кішкентай қасықты аламыз да ұшы мен тұз саламыз. Мінекей. Бұл жерде қасықты араластыруға қолдануға болмайды. Себебі ол сутегінің асқын тотығына тиген кезде сол жері тат басып кетеді, яғни темір эрозиясына ұшырайды. 3 тамшы тамызамыз сутегінің асқын тотығынан. Сосын қайнаған жылы суды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Баланың мұрнын шаймас бұрын алдымен өзіңіздікін шайып көресіз, оның қаншалықты жылы тұзды екенін байқау үшін. Баланы алдыңызға алып отырғызасыз, екі қолын мықтап ұстайсыз. Алды су болмас үшін орамалмен жапсаңыз болады. Мөлшерлемемен толтырып аламыз. Алдымен бір танауын тазалаймыз, баланы 30 секундтай демалдырып, кейін екінші танауын тазалаймыз. Сосын 1 минуттай баланы сүмгіртеміз. Егер мұрны өте қатты бітеліп қалған болса, онда 1 минуттан кейін қайталаймыз осы процедураны. Бұл әдісті баланың мұрны қатты бітеліп, демаламай жүрген кезде ғана қолданамыз. Ал егер танауынан аздап қана су ағып тұрса, онда кішкене тұзбен ғана көреміз. Сутегі асқын тотығын қоспай жасап көреміз. Солай да жазылып кетуі мүмкін. Бұл процедураны таңертең ұйқыдан тұрғанда, түскі уақытта және ұйықтар алдында өстіп 3 рет жасау керек. 2 күн жасасаңыз жеткілікті. 1 рет жасағаннан кейін ақ әсерін байқайсыз. Егер таңертең жасасаңыз, түске дейін баланың мұрны тап-таза болып жүреді. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз. Сау болыңыздар.